халық қазынасы титулы бойынша берілетін кезекті хабарымызды көруге шақырамыз. Біздің бүгінгі хабарымызға Гурьев облысынан келген бір топ өнерпаздар қатысып отыр. Менің қол жағымда отырған Гурьев облысы Балықшы ауданының мәдени жүзбелікені меңгерушісі Зиға Самалова, сол сияқты Гурьев облыстық мәдениет басқармасының қызметкері Нұрлы Тілекқалиева, сонымен бірге Ембі ауданының мәдениет бөлімінің меңгерушісі Манат Ғалиев қатысып отыр. Бұл кісілердің еңбек жолын, өнер жолын сарапқа салып қарайтын болсақ, жастайынан әншілікті, күйшілікті көріп өтіп, соның жолын қуып, әрдайым да халыққа сол өнерімен қызмет етіп келе жатыр. Ал енді қазіргі уақытта сол еңбектердің арасында жиі болып халыққа өнерді насихаттауда, халықтың рухани қажетін өтеуге еңбек атқарып жатқан жайлары бар. Сонымен бірге мына соңғы кездерде біздің осы халық қазынасы хабарына келген хаттар көп түсіп жатады. Соның сөзінде ылғи ықылас, ілтипат білдіріп, осы хабардың ел ішіндегі жұртшылық дәстүрді оятуға, соны дамытуға үлкен үлес қосып жатқандығы ерекше атап айтылады. Міне сол біздің осы хабарымыздың да әсері болуы керек. Осы келіп жатқан өнерпаздардың барлығы да соңғы кездерде мына өздерінің әншілік өнерлеріне қоса ескі жыртылдас кереметтік дәстүрді ілгері жалғастыруға, соны дамытуға өздерінің үлесін қосып соған бет тұрған ыңғайлары бар. Қазір бұлардың репертуарларында бірнеше халық жырлары, халық термелері, толғаулар, сол сияқты белгілі атақты ақындардың да шығармалары бар. Ал енді осы бүгінгі хабарымыздың басында сөз кезегін Зиға сізге беріп, әуелі бірер жыр тыңдасақ деген ойдамыз. Сіздерге Нұрпейіс Байғаниннің сөзіне жазған еңбек туралы жыр атты ән орындап берейік. Bolsunca sağılır, solğalarında sonuç. Sizin orada sağımı da vermeyiz.
Şimdi birinci saatin önünde Halk görünüşü var. Halk görünüşü var. halk görmesiyle veriyor. Almaz endi sistemi terörünüzde olarak mı? Avul gözünü istediğimde fazla söylüyorsam dünyanın ruhunu yapaslarınız da alında. Alında Nurla sizden de biraz az ölçümde saklıyım. Rahmet. Şimdi bunu Soğuk ait özürgen türmelerden aldığımlarında Aslan Kireği'nin ne zaman? Mizahçılığı de ayıp tutun gerek. Mizahı bildikten.
Bizden böyle Mehmet Vali'nin negizinde olsa ömürde bakın akın yurtlarının өлеңдерін көмегінің әндерін көп орындайды. Сонымен де біздің репертуарында осы нарынғұлында өткен ғасырдың аяғында біздің совет дәуірінде жасап соғыстың алдында қатысып болған ақын Насихат Қыдырұлының жырлары бар. Насихат Қыдырұлы осы нарынғұлында туып өскен, ол өңірде өзінен бұрын жасаған атақты ақындардың жыраулардың дәстүрін ілгері жалғастырған ақындардың бірі. Ол негізінде сол атақты Махамбеттің, Нұрымның, Қашағанның, Мұраттың дәстүрлерінен нәр алған, солардың поэзиясынан нәр алып, өзінше жаңа бір поэзия жасаған ақын Насихат сол кезінде совет үкіметіне арнап жырлар шығарған. Оның өлеңдері, жырлары біздің совет дәуірімізде кітапта болып басылып шықты. Міне осы Насихаттың жырларын айтып жүрген мәселенің өзі де осы атақты ақынның туған жиені болып келеді. Енді біздің ағасы болғандықтан да жағы жаңағы сол кісінің өнерін аса қадірлеп сүйгендіктен де сол Насихат Қыдырұлының жырларын көп орындайды. Ал енді сол нағашыңыздың енді мына жақсы толғауынан сіздің көрермендеріңізге орындап берсеңіз. Рахмет. Насихаттың көп толғаудың ішінде көршілес Астрахань облысына барғанда өзін таныстырып айтқан толғауын орындап. Астрахань бойында қазақтардың ішінде бар өзін таныстырған.
Kalende sözleşti kayda zararları duramız oyun. Alemde sınırlı sözümüzü böyle sağlar sözümüzü söyleyecek. İyi. Ama Gözleri ev getirdim. Sabıya kalıp görmüşüm. Yerli sakın Murat Münkel'in televayınlarında duruyor.
Sevgili alırsak değil, sadece zaten özümüz sağda bir nefes kolgalarında orunda Ales Parkisan gözünde kollarına Emrah'ın görmüşlerinde filmi orundaki isim falandır. Orundaki isim zaten. Ömür sürmesi, hizmetler vermesi demek.
bir көмөктү орындаңыз. Ал эми мына ошол Махамбетовдун өмүрдөн келип аткандан кийин бүгүнкү кабарыбызда Махамбетовдун айтылмаганы сизге ыңгайсыз болот. Ошондуктан да Махамбет бабамыздын бир сырын орындоп бергениңизди өтүнөм. Мына биздин бүгүнкү кабарыбызга катышып аткан Зыйга Самалова, Нурлу Лескалиева, Манат Галимов, булардын баары да халыкалык топтун алдында ән салган, талай жылдын жылдаган әнчилер. Ал эми бүгүн сиздер бул кишилердин мына салыктык казынага жыртылып, көрмөсүп жашоого карай деп турган сол алгачкы кадамдардын бир күбөсү болуп атсыздар. Biz ошо бүгүнкү сиздердин алдыңызда өнөр көрсөткөн үчүн Зыйга сизге, Нурлу сизге, Манат сизге баарыңызга рахмет айтып, ошо өнөрлөрүңүз соңуна баса берсин деймиз. Ошо менен биздин бүгүнкү кабарыбыз аякталды. Эфирде келесі кездескенче сау саламат болуңуздар.